Сәлем достар, бүгін сіздермен тағы да Лукаш Байымбет. Бүгін сіздерге КВД драконмен атака қалай жасау керектігін тактиканы үйрететін боламыз. Біздерге мына КВ өте қиын болып жатыр. Және 5-ші уровендегі клан олар, біздікі 3. Және де олардікі жерін жақсы дамытқан, жақсы көтерген мықты қарсылас болып жатыр бізге. Міне, ең алдымен сіздерге қалай атака жасау керектігін көрсетемін қазір. Алдымен бізге воздушный оборонияны шығаруымыз керек. Мына екеу, үшіншісі мына шетте тұр екен. Бізге ол өте жақсы ыңғайлы. Міне, мына воздушный оборонияны жардық. Драконның жанын көп алатын осы. Мына жерге міне король варвар, чиститель және воздушный оборонияны шығарып жіберуіміз керек. Сосын мына шеттен дракондарды жібереміз қазір. Міне олардан дракон шықты уже. Біз мұнда дракон жібереміз. Мына қапталдан себебі мұнаның барлығын жойып барып воздушный оборонияға бару керек. Біз осы бұрыштан жібереміз қазір. Мына бұрыштан екеуін жібердік. Ал енді мына бұрыштан жібереміз. Осы қапталдан жіберуіміз керек. Міне бір дракон жібердім. 2 дракон, 3 дракон. Және драконның атака жасағанда драконның барлығын бірдей жібермейміз. Олар себебі жиектеп кетіп қалады мына базаны. Олар жиектеп кеткенде, сосын қалған жарты 4 драконды алып қоямыз. 4 драконды ортаға жібереміз тек. Ал бұлар жиектеп кете береді, жиектеп. Не, мына дракондар жиектеп кетіп бара жатыр. Ал мыналарды тек ортаға жібереміз, міне. Ортаға жібереміз. Сонда бізге тіке барады олар. Воздушный оборонияға тез жетеді. Мінекей. Крепост кланды жарып жатыр. Содан кейін воздушный оборония. Бұлда ратуша 8. Жерін жақсы дамытқан. Өзіме оңай қарсылас болған жоқ. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Воздушный оборонияның бәрін жойсаңыз, сіздерге башня колдун, башня лук дейтіндер драконға көп жаны кетпейді оған. Біразға дейін жүреді. Мінекей. Мінекей кетті. 2 башня лучница және 1 Тесла. Алар бірінші, мынау 2-ші, 3-ші уровендегі башня лучницалар. Мінекей. Осы тактиканы қолданыңыздар, достар. Мінекей. 36 секунд қалды. 35, 34. Башня колдун. Но в строительстве хижнадел. Жұмысшылар. Мұнда біреу қалды, бұрышта. Бұлар уақытты көбірек созу үшін әдейі бұрышқа қойып тастайды. Мінекей, оған дракондарымыз біздің жетеді. 10 секунд, 9, 8, 7,
6. Көрдің бе? Себебі бұрышқа қойып тастасаңыз, уақыт көп алады, көп созады. Біздің дракондар жетісіп үлгерді. 100% алдық, міне. Сіздерге де осы тактиканы қолдануыңызды ұсыныс білдіремін деймін, достар. Каналға тіркелеміз, комментарий, лайк басамыз, достар. Рахмет сіздерге.